Сәлеметсіздер ме? Сіздермен мен Фариза. Сіздермен бүгін бешбармақтан қалған піскен еттен өте дәмді етіп түскі ас дайындаудың жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Бірінші менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Бірінші морозильникте қатып тұрған етімізді ерітіп алатын боламыз. Сонан соң өзімізге керегінше картошканы жуып тазалап, видеода көрсетілгендей етіп, ұзыншақ қылып кесіп аламыз. Әрине қалай кесу өз қалауларыңыз бойынша, мен осылай кесіп алдым. Міне картошкамыз дайын, енді піскен етімізді де өз қалауымыз бойынша кесіп аламыз. Піскен етіміз де дайын, енді кішкене пияз алып, оны да ұзыншақ қылып турап аламыз. Енді туралған пиязымызды қызып тұрған майға салып, қызарғанша қуырамыз. Сонан соң үстінен туралған картошкаларымызды салып, картошка жұмсарғанша пісіріп аламыз. Дәміне қарай үстіне тұз, бұрышымызды саламыз. Міне картошкамыз жұмсарып пісуге жақындағанда үстінен піскен етімізді саламыз. Жақсылап араластырып 10-15 минутқа бұқтырып қоямыз. Міне тамағымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Балаларға да өте қатты ұнайды. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Фариза.